Стас, қайнатам инвалид, іші өтіп кетеді, жиркенем, еші ұятты жерлерін көрем, не істейін? Біреуге айтуға ұяласың дейді. Қолыңызға қалыңдау перчатка киесіз, ешкім жоқ болса, баласы қарамаса, мынау осы келіннің жақсы сөзін бәріңіз естіп алыңыздар. Сол келінді бір уақытта қорлаған, сол келінді қорлағандар, келінге тіл тигізгендер, келінді жамандағандар, келінге артынан ғайбат сөйлегендер, сол келінге күні осылай қарап қалады. Құдайдан жатып өлім сұрайсың. Осы келіме сорлы болдым, талай тіл тигізіп едім, талай артынан жамандап едім. Ей Құдайым-ай, осыған күнім қаратып қойдың ғой, деп сорлап өтесің. Сондықтан артына жамандамаңыз. Алдыңызда не күтіп тұрғанын Құдай біледі. Сол үшін, ал енді сол кезде балаң да қарамайды, міне, келінге күнін қарап қалады. Сол үшін, енді сен келінге айтайын, айналайын, Алла разы болсын. Істеген жақсылығыңызда Алла еселеп берсін. Қолыңызға перчатка киесіз, баласы қарамаса, жата бергеннен пролежін болып, ауру болып, сөйтіп қалады. Алла жеңілдік берсін. Әуретіне қарамауға тырысыңыз максимально. Енді жағдай келсе, біреуді жалдаған жақсы, бірақ біреуді жалдағаннан кейін де оның артынан тағы қарау керек болады. Десе де тазалауға тура келеді. Ода тұрған ештеңе жоқ. Енді сол халге түскеннен кейін кішкене басыңызды былай бұрып болса да, қолыңызға перчатка киіп жууға тура келеді. Жууға тура келеді. Ол кісіні қарамай пролежін болып бір жері ауру болса, күнәлі болып қаласыз. Күнәлі болып қаласыз. Сондықтан сіз келінесіз, ода тұрған ештеңе жоқ. Әлбетте енді әуретіне тікелей бүйтіп қарап отырып жумасаң да жуаңыз. Енді қатты жиркеншек болсаңыз, бір айтайын деген бір осы жерде бір әдеп бар, маска киіп алыңыз. Өйткені кішкене жиркенгеніңізді білмесін дегенім ғой. Аузыңызды бүйтіп жыбырлатсаңыз, өте қиналады ол кісі. Сол қиыншылықты көрсетпеңіз. Қанша өмір қалды сол инвалидтің, айтшы. Сондықтан білдірмеңіз. Бетіне күліп отырып, соны жасаңыз, Алла разы болсын. Сондай бақытты күндері болады сізде, осыны жасағаныңыз үшін. Көресіз, Алла Тағала алдыңызға талай жақсылық береді. Алла разы болсын.